Haftanın 14'te sınıf жұмысы әдебиеттік оқу. Тақырыбы мені қоршаған орта. Дәптерімізді шығарамыз. Бұл бәйгені жазып қоямыз, болғанымыз. Оқу мақсаттары. Сабақтың мақсаты телеурок. Оқулықтар. Үйге тапсырма. Үй тапсырмасы бойынша кәсімдерден сөз жұмбақ кірген, соны шешілген. Бірінші сұрақ, ақын Сейфуллиннің аты кім? Ана жерде кестеге толтырамыз. Қаламмен сұрақтарға жауап береміз, оны кестеге толтырамыз, иә? Бірінші сұрақ, Сейфуллиннің аты кім? Екінші сұрақ, түр тұрпаттар өзгеше, қоңқақ тұмсық, сорпаң. Бұл тарауға оқылған. Қай аңның сипаты? Біз осы тарауды өтеміз. Қай аңды сипаттайды? Соның атын жазамыз. Үшінші сұрақ, сатылмайтын нәрсені сатып алған кейіпкер кім? Соны жазамыз, иә? Төртінші сұрақ, құмдағы құпия мәтінінің кейіпкерін жазамыз. Бесінші сұрақ, есімі таудың атауына айналған кейіпкер кім? Сол сұраққа жауап береміз. Болдыққа тезітеміз балар. Тез-тез өңгейміз. Сұрақты қоймын жүрді, не алдында тұр сұрақ. Сатылмайтын нәрсе сатып алған кейіпкер кім? Жазамыз. Құдайым. Әли. Рамазан тезітеміз. Болғали. Болсақ. Рамазан тез. Рамазан сізді көрдіңіз. Так болса, жауаптарымызды бір-бірімен ауыстырамыз. Тексереміз алдарымызда қысылға балар. Дұрыс болса дұрыс. Қосу қате болса. Қойымыз, тексереміз. Ал мына жерде жауаптармен салыстырып көріңіз. Так, дұрыс па екен, қараймыз. Мұстафа, Әли, Болтан. Болтан, кімде қанша қате бар екен? Кімде бір қате бар? Оған тұрға, кімде? Қол, қорыс оған. 2 бал қоямыз, тапсырмасы бойынша. Қазіргі жерде сендерге бағалы парақшасын берем. Тез-тез. Қойыңдар, иә? Балалар. Алғаннан орнымыздан тұрып, бір-бірімізге жылылық сыйлайық, сәттілік тілейміз, иә?
иықпен бір-бірімізді құшақтаймыз, иә? Ал сәттіліктейміз бір-бірімізге. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал балалар, мына жерде не көріп тұрмыз? Көпіршіктегі сөздер, иә? Ал ендеше бұл сөздер қай ғаламшарды сипаттайды деп ойлайсыңдар? Мына жерде мынандай сөздер бар. Жасыл, нұрлы, күшті, үлкен, ертегідегідей, рахат деген сөздер бар. Ал Мұстафа айта ғой. Жер ғаламшарын айтып тұр деп ойлаймыз, иә? Ал ендеше дұрыс па балалар? Дұрыс, отыра ғой. Ендеше кеттік, мына жерде сөздер бар. Мен мына жерде сөздер қойдым. Осы сөздерден сөйлем құрап, анау жер ғаламшарына апарып қоямыз. Келе қоямыз. Қандай сөз алдың? Қатты оқимыз? Нұрлы. Ал нұрлы деген сөзге сөйлем құрап, жер ғаламшарына апарып қоямыз. Жер өте нұрлы. Жер нұрлы деп ойлайсың, иә? Ал келе ғой Мұстафа. Біреу аламыз, тез. Рахат, иә? Жер өте рахат. Несімен рахат болды? Бұл жерде адамдар өмір сүреді. Адамдар өмір сүреді. Сондығымен ол жер рахат деп ойлайсың, иә? Ал келе ғой. Ертегідегідей. Жер ертегідей. Неліктен ертегідей деп ойлайсың? Өйткені ғаламшар Сен қандай өмір сүресің? жерде ертегідей адамдар бар. Ертегідей адамдар бар деп ойлайсың, иә жерде? Дұрыс. Ал келе ғой. Әли. Тез етеміз, біреуін аламыз тез. Қатты оқимыз. Үлкен. Жер өте үлкен. Ол жерге адамдар, жан-жануарлар бәрі өседі. Дұрыс айтасың. Кел. Мұстафа. Батырамыз тез. Жер өте жасыл. Қандай сөз? Жасыл. Жер өте жасыл. Таулар бар, жазықтар бар, бәрі жасыл. Ағаштар. Сондықтан жасыл деп ойлаймыз, иә? Оның барлығы қандай түсте? Жасыл түсте. Келе қойдамыз. Күшті. Жер өте күшті. Табиғатымен күшті. Ал қане тексеріп көрейік, балалар, иә? Бұл бізде көпіршіктегі жер ғаламшарды сипаттайды. Дұрыс айтасыңдар, балалар, иә? Ендеше бізді қоршаған орта жасыл, алқапқа оранған. Нұрланып, жаныңды рахатқа бөлейді. Тура бір ертегідегідей. Жеріміз үлкен, әрі күшті. Ендеше балалар, өзіңізге екі балдан қосып қойыңдар. Барлықтарың жақсы қатыстыңдар, иә? Ал оқулығымыздың 94-ші бетін ашамыз. 94-ші бетін ашамыз. Ескен Елубай атамыздың жазған қандай өлең бар екен? Дархан жер өлеңімен қазір танысатын боламыз, иә? Ал кеттік. Ескен Елубай 1942 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы.
отырар станциясында дүниеге келген. Ақынның өлеңдері мен кітаптары балаларға арналған. Ақын көп жыл балдырған журналында қызмет істеген. 2017 жылы бұл кісі дүниеден озған. Білмей ма? Ендеше қандай кітаптар бар екен балаларға арналған? Балаларға базарлы, қазақ дастарханы, басқа затымен аты деген өлеңдері бар. Тағы да басқа көптеген өлеңдері бар. Ал ендеше бүгінгі өлеңімен қазір танысатын боламыз, иә? Қазір Дархан жер өлеңін мұқият тыңдаймыз. Егіп қойды мұны кім? Жерді бұлар үміт. Жырдың сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Мына өскен қаңыздар, піскен кезде жағыздар. Егіп қойды мұны кім? Жерді бұлар үміт. Суын сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Мына өскен саңғысар, тез шығатын бағынса. Егіп қойды мұны кім? Жерді бұлар үміт. Ашсын сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Мына өскен жусандар, сыбағышпы қусандар. Егіп қойды мұны кім? Жерді бұлар үміт. Хош иісін сорып алалар, екпесе де адамдар. Жерден қажет алатын әр, өсімдікті табар әр. Қолданымсан амалдар, данышпақ ой адамдар. Ал ендеше, балалар, өзіңіз бір не туралы екен жалпы бұл өлең? Өсімдіктер туралы. Қандай өсімдіктер? Күнбағыс, қарбыз, сарымсақ. Және де қандай өсімдік? Жусан, иә? Бұл өсімдіктер қайда өседі? Жерде өседі. Ал ендеше бірінші шумақты Мұстафа бастаймыз. Басын болып түйілеміз. Өскен наутында, өзіміз бұлақ, егіп қойды мұны күн, жердің бұлар күнетін, шыңғының сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Қатты оқимыз. Мына өскен қалыңдар, піскен кезде жағылған, егіп қойды мұны күн, жердің бұлар күнетін, суын сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Мына өскен сарымсақ, тез жатың барып та, егіп қойды мұны күн, жердің бұлар күнетін, ашысын сорып алалар, сол үшін егді адамдар. Мына өскен жусандар, сыбағышпы қусандар, егіп қойды мұны күн, жердің бұлар күнетін, хош иісін сорып алалар. Екпесе де адамдар, жерді қажет алатын өсімдікті табар, қолданымсан амалдар, данышпақ ой адамдар. Данышпақ ой адамдар деген. Ал жер бетінде адамдар не істейді екен? Өсімдіктер ағаштар, түрлі өсімдіктер. Біздің қолданып жатқан жаңағы жеп жатқан тамағымыз, мысалы, киген киіміміз барлығы қайдан шығады деп ойлайсыңдар? Жерден шығады. Бірақ оны адамдар не істейді? Қажетіне қарай қолданады, иә? Так, балалар, түсіндіңдер ғой, иә? Ендеше өзімізге бір бана қосып алайық. Ал келесі бетте қараймыз. Не бар? Дархан жомарт дейді. Бұл бізде не деген сөз екен? Дархан деген. Жомарт, береген. Жер қандай дейді? Жомарт, береген, дархан. Яғни дархан дегеніміз жомарт, береген. Яғни біз жерге егін егеміз, мысалы,
жер бетіне адамдар неше түрлі құрылыстар жасайды. Жер бетін адамдар бүлдіреді, солай ғой? Ендеше сол үшін жер бізден ақы алып жатыр ма? Сол үшін біз жерге ақы төлеп жатырмыз ба? Жоқ, иә. Ендеше дәптерімізді ашып, ақының өмірбаянын жазып аламыз, иә? Ескен Елубай, тез жазамыз. Басын қосам жүрді. Дүниеге келген, яғни білеміз. Болған болса, барлығымыз орнымыздан тұрып, бір сергіту сәтін жасап алайық. Төрт бұрышамызды жаттауы, барлығын жасаймыз бірге. Лайкпен басамыз. Алақан жұдырғасын. Алақандағы жарыс. Саусақтарды ашу. Ашамыз саусақты. Так, қолда отырамыз олар. Ал мен сендерге мына жерде сұрақ беремін, осы сұрақтарға өз ойларыңызды дәлелдеп жазасыңдар, иә? Өлеңдегі кейбір сияқты өзіңе не өсіресің, не өсірдің, әңгімелеп жаңағы
Жер ана жомарт ана деген жаңағы жер ана дархан деген сөздің мағынасын қалай түсінесіз? Жаңа сөздіктен. Өлеңдегі кейіпкер секілді өзіңе не өсірер едің, не өсірдің? Және де мені қоршаған әлем тақырыбына әңгімелесіне. Өз ойларыңды толық жазыңдар. Oyunda ne var, ne düşünüyor? Oyunlar mı? Жазамын. Бірінші әйел болды. Әйел оқиға болды. Қандай сұрақ келді? Мені қоршаған әлем. Біз жерді бізді жер қоршайды. Жерге адам жан жануарлар сыяды. Біз жерді аяласақ жер жылайды. Біз қоршаған ортаны аяласақ жер көгереді. Түсіндіңдер ме? Тезірек оқып жібердің ау, балалар түсінбей қалды. Мұстафа оқиды. Асықпаймыз, қатты даусым шығарып оқиды. Жер ана ол өте мейірімді, жомарт, береген деп түсінемін. Қай сұрақ келді саған? Жер ана жомарт, жер ана фақат деген сөздерді мағынасы қалай түсінесің? Дұрыс па балалар? Иә. Жер ана жомарт. Несімен жомарт ол? Кем байлаған? Мейірімділігімен, табиғатымен. Табиғатымен және де жер анаға біз не істейміз? Адамдар не істейді жерде? Құрылыс салады. Жер бетін не істеп жатыр адамдар? Бүлдіріп, қанша егін үй салып құрылыс тұрғызса да жер ана бізге ренжи ма? Жоқ. Ренжімейді, иә? Сол үшін жер ана бізден ақы ала ма? Жоқ. Алмайды. Сондықтан жер ана жомарт, мейірімді деп ойлаймыз. Дұрыс па балалар? Ал Рамазан. Нешінші сұрақ келді? Өлген жері кейіпкер сияқты өзіне өсірдім. Мен ағаш қымбат Өсірер едің, иә? Бірақ өсірдің ба? Жоқ. Енді өсіресің, иә, болашақта? Молодец. Так, өзімізге бір балам қосып аламыз. Ал ендеше балалар, сіздерге тағы сұрақ.
көлге су құйдық, иә? Ал мына жерде сұрақтар жасырылған. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз көлге су құямыз. Тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Дайындалып отырамыз. Кім жауап берді? Қоршаған орта деген не? Мұстафа жауап береді. Қоршаған орта дегеніміз жер. Басқа? Басқа өсімдіктер, гүлдер, адамдар, жануарлар, Қоршаған орта деп атаймыз, иә? Біз олар болмаса өмір сүре аламыз ба? жоқ, Біз орман тоғай жоқ болса өмір сүре аламыз ба? жоқ. Сүре алмаймыз, иә? Ал ендеше көлге су құямыз қазір. Ал келесі екінші сұрақ. Отыра ғой. Өзімізге бір бала алайық. Бірінші сұрақ кетті. Екінші сұрақ. Жауап беремін дейді. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Дархан жер дегенде көз алдыңа не елестейді? Дархан жер дегенде көз алдыңа не елестейді? Атайтамыз. Табиғат. Көз алдыңа табиғат елестейді. Басқа Дархан деген айтамыз. Дархан жұман, Кең байтақ. байтақ жерді айтамыз, иә? Келесі үшінші сұрақ. Табиғат адамға не береді? Ал Рамазан. Табиғат адамға өсімдік, ауа, өсімдік, ағаштар, құмдар. Біз оның барлығын не істейміз? Қажетімізге Алам, жаратамыз, иә? Ағашты не істейміз мысалы? ағашты кесіп, от жағамыз. Оталып жағамыз, күнделікті тұрмысқа қолданамыз. Біздің мына отырған үйіміз мысалы, иә? Оқып жатқан мектебіміз барлығы қайдан алған азаматтар деп ойлайсыңдар? Табиғаттан, дұрыс айтасың. Ал көлімізге су құяйық. Келесі. Адам жер бетіне не жасай алады? Адам жер бетінде егін еге алады, қоқыстарды жинай алады, сабақ оқи алады. Біз қайда өмір сүріп жатырмыз? Жерде Әрине, жерде өмір сүріп жатырмыз, иә? Сол өмір сүріп жатқан жерімізді қалай ұстау керек екен? Қазір өзім айттым ғой, қоқысты алады дедім. Қалай ұстау керек екен? таза. Әрине таза ұстау керек, иә? Өйткені өмір сүріп жатқан ол жердің ауасымен не істейсің сен? Демаласың, тыныс аласың, иә? Егер жеріміз жаңағы лас болып кетсе, адамдар не істейді? Жануарлар өлі ме? Ауырады, иә? Түрлі вирустар тарайды.
Сондықтан біз өмір сүріп жатқан жерімізді істеу керек екен, таза ұстау керек. Ал келесі сұрақ. Дархан жеріміз бізге не береді? Әлі өзіне бір бала қос. Дархан жер бізге табиғат береді. Табиғат береді ме? Ауа береді. Ауа береді. Басқа. Тағы көптеген заттар береді. Өсімдік береді. Дұрыс па балалар? Бізге тартқан жеріміз отыралым. Дұрыс па? Иә. Дұрыс балалар. Келесі кеттік. Ал не істеді гүліміз? Үлкен болып өсті. Ендеше табиғатқа қамқор болу керек екен, иә? Түсінді ме? Егер де гүлді суармасақ, қарамасақ не болады гүліміз? Құлап қалады. Өспей қалады. Сондықтан әрқашанда табиғатқа қамқор болу керек екен. Балалар, қазір мен сендерге мына жерде өзіндік жұмыс беремін. Осы өзіндік жұмыста бүгін сабақта не түсіндіңдер, өздеріне не алдыңдар, мысал ретінде жаңағы жазамыз, пікірлеріңді жазасыңдар, және дәлелдейсіңдер оны мысал ретінде мысал келтіресіңдер, және де қорытындылайсыңдар. Нақты өз ойларыңызды жазыңдар, иә? Пікірлеріңді қалдырыңдар. Сабақ ұнады ма бұл, ұнамады ма, иә? Несімен ұнады маса? Не түсінді, өзіңе не алдың, соның барлығын төрт сөйлем әдісі арқылы ойымызды қорытындылап жазамыз. Сырттай ойларыңызды жинақтап, нақты түсіндіріңіздер. Семьяңызды келесі жағына алыңыздар.
сабақтан не түсіндің болсаң, иә? Өзіңе не алдың? Болашақта не істегің келеді мысалы? Түсінесіңдер ма? Бүгінгі сабақ маған ұнады. Дәлел. Өйткені дархан дала деген сөздің мағынасын білдік. Мысалы, жер ана бізге көмек көптеген заттар береді. Қорытынды. Осылай заттар маған бүгінгі сабақ ұнады. Сабақ осыменен саған қапталмақ, иә? Болашақта өзіңе жаңағы жер ана сияқты мысалы өзіңе Не болғым келеді? қалай болғың келеді? Жомарт, кеңпейіл, болғым келеді. Молодцы, жақсы. Өзіңе ал Али, Рамазандайсыз ба? Маған сабақ өте ұнады. Дәлелі, мен дархан жомарт болғым келеді. Мысалы, біз үй салсақ, жер ана бізге ештеңе демейді. Қорытынды сондықтан маған сабақ ұнады. Ал, күтіп. Бұл сабақтан сен өзіңе не алдың? Не түсіндің? Жоқ, өз ойыңды айтшы. Не түсіндің бұл сабақтан? Несімен ұнады? Ұнады дедің ғой сабақ. Несімен ұнады саған? Дархан жомарт. Біздің жер анамыз. Одан оқымай-ақ та өз ойыңды айта ғой. Біздің жер анамыз өте мейірімді. Жомарт, иә? Сонысымен маған істеді? Ұнады, иә? Сен де болашақта қалай болып өскің келеді? Жомарт болып өскің келеді, иә? Келе ғой. Ал Рамазан. Рамазан әлі болмады. Ал осы Рамазанды жақсы шығарма жаза дейді. Маған сабақ өте ұнады. Тау бізге өсімдік береді. Тау үй салсақ та ренжімейді. Ол емес қалай? Жер.
Ал бізге үйленмейді. Үйленмейді. Жер ана жомарт мейірімді болады. Жер ана жомарт мейірімді болады, иә? Болашақта жаңағы жер ана сияқты өзіңе не өзіңе не алыңыз? Өсімдік өсіргім келеді. Қандай өсімдік өсіргің келеді? Күнбағыс, иә? Күнбағыс барлық жердің несін алады дейді? Қандай нәр алады дейді өзінен жерден? Жердің барлық шырынын сорып не істейді? Бізге нәрін дәмін тақылдайды деп айтты, иә? Ал ендеше болашақта Рамазан күнбағыс өсіреді екен. Бізде Рамазанға күнбағыс жемішке аламыз, иә? Ал бүгінгі сабақ барлықтарға ұнады ма? Түсіндіңдер ма? Түсінбегендерің бар ма? Түсіндік, иә? Ал өздеріңе не алдыңдар? Сабақ. Қандай білім алдың өзіңе? Не түсіндің? Жер ана жомарт екенін білді. Екеуі өзіне екі балл қосып алыңдар, иә? Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе кері байланыс жасайық, иә? Барлығы түсінікті болса, қызылды, сұрағым бар. Біраз түсінбегендерім бар десек, ағашқа ал ештеңе түсінбедім, сабақ маған ұнамады десек, үшінші суретке басамыз. Ал кел ағай. Пікірімді масалға қалдырамын. Саған барлықты түсінікті. Ал кел ағай. Екінші. Сабақ барлығы түсінікті болды ма саған? Иә. Түсінбегенің бар ма? Сұрағың бар ма? Барлығы түсінікті. Кеттік Рамазан. Ал сұрағың бар ма? Жоқ. Түсінбегенің бар ма? Барлығы саған түсінікті болды, иә? Болашақта жомарт болып өскің келе ма? Барлығы түсінікті болса. Ал балалар, үйге тапсырма өлең жолдарын жаттап келіңдер, жарай ма? Күнделікті ашамыз. Үй тапсырмасын жазып алыңдар. Және де осы тақырыпта бүгін не түсіну керек? Сол бойынша мына жердегі 6-шы өзім еккен едім тақырыбында сурет салып береміз қосымша. Түсінікті ме? Бет 95 өлең жаттау. И келесі 6-шы тапсырмадағы суретті 6-шы тапсырманы өзім еккен едім тақырыбында сурет салып береміз. Түсінікті ме? Ал Рамазан қанша бап? 8 бап. Әли 8 бап. Ендеше бүгін сабаққа жақсы қатысқан бізде Мұстафа бір бап қосып аламыз. Өте жақсы қатысқан сабаққа. Келесі Әли сәл-сәл. Рамазанда сәл-сәл жаңағы қобал жолдар болды ау деймін. Так, Әлиге бір